Достар, осындай диванды қалай таңдайтындарыңызды білмей бастарыңыз қатып жүрсе, осы видеоны аяғына дейін көріп жіберіңіздер. Жалпы диван бірінші өте аккуратно жасалу керек. Екіншіден, ішіндегі наполнительдері өте жақсы болу керек. Үшіншіден, спинкалары да қараңыздар, өте жұмсақ болу керек. Одан кейін маталары антивандальный болу керек. Және де енді бұның ішкі жақтарын сіздер ажырата алмайсыздар. Сондықтан ең қатты мән беретін жері мына қараңыздар міне. Мысалы, осылай кроватын ашқан кезде эконом варианттардың мына кроватының толщинасы осындай 5 сантиметр болады. Ал негізгі толщинасы 12 сантиметр болу керек. Себебі сіздер жатқан кезде мына жердегі наполнитель мен мына жердегі наполнительдің тығыздығы бірдей болмаса, амортизациясы дұрыс болмай сіздер жатамайсыздар. Бір жағы қатты, бір жағы жұмсақ. Сондықтан екі жақтың да амортизациясы бірдей болу керек. Ал көп адамдар эконом жасаған кезде қалай істейді? Мысалы, осы диванды арзанға шығару үшін мына жердегі наполнительді азайтады. Сол кезде не істейді? Ақшасы азаяды. Сосын мына жердегі наполнительді азайтады. Міне мына жердегін азайтады. Сөйтіп диванды азайта берген сайын түрі осындай болады. Бірақ диван емес, как будто табуретка ұқсап қалады. Сондықтан диван алатын кезде сапасына өте мұқият болу керек. Бүкіл жауапкершілік сатып алып жатқан адамның өзінде болады. Сондықтан диван туралы ақпарат біліп жүріңіздер, және де біздің парақшаға тіркеліп подписаться етіп алыңыздар.